Игілік уайымдап, перронда ары-бері жүрді. Міне, қазір пойыз келеді. Ол 7 жыл бойы көрмеген сіңісі Айғанымды және жиенін көреді. Осы уақыт ішінде тек анда-санда телефон арқылы сөйлесіп тұрған. Енді міне көптен күткен кездесу. Балалық және жастық шақтарында екі әпкелі сіңлі бір-бірінен ажырамайтын. Бірақ игілік Ерболға тұрмысқа шыққан соң бәрі өзгерді. Отбасы, балалар, үй тіршілігі бәрі соның мойнында болды. Көңіл көтеруге уақыт қалмады. Ал Айғаным болса бұрынғыдай еркін өмірін жалғастыра берді. Айғаным 29 жасқа келгенде бір ер адаммен қиыр шығысқа кетіп қалды. Ол адам оған үйленемін деп уәде берген. Ол әйелдің үйінде тұратынын, жұмыс істейтінін байлайтын анасы қайтыс болды. Бірақ Айғаным келе алмады, өзі ауруханада жатқан еді. Кейін ата-анасының пәтерін сатып мұраны бөлісуді сұрады. Сол ақшаға өз қаласының шет жағынан бір бөлмелі пәтер сатып алды. Айғаным, өміріңде тек жұмыс қана ма? Жеке өмірің қалай? Деп сұрайтын игілік ешкім жоқ. Бәрі уақытша адамдар деп мұңайып жауап беретін Айғаным, кейде өзім үшін бала туып алсам ба деп ойлаймын. Бақыт біреулер үшін, балаларда, ал менде тыныш өмірде. Ал менің жиендерім қалай? Деп сұрайтын ол. Игіліктің 4 баласы бар еді. 2 қызы 14 пен 11 жаста, ал ұлдары 7 және 3 жаста. Өзі үй шаруасындағы әйел. Жалпы олардың отбасында бәрі жақсы еді. Тек игілік сіңісін аяйтын өмірі біртүрлі бос, нақты мақсаты жоқ сияқты көрінетін бір күні күтпеген жаңалық болды. Қаттық болып, жігіт оның жүкті екенін білген соң қашып кетті. Айғаным, жаным, босан. Ол оңбағанды ұмыт. Саған қазір 36 жас, кейін кеш болады деді. Игілік, білмеймін, менің босанғым келмей тұрған сияқты деді Айғаным. Бірақ игілік мүрді күн сайын асып тұрды. Ойланатын уақыт өтті, енді күту уақыты келді. Ол Айғанымға балаларға арналған киімдер мен ойыншықтар жіберіп тұрды. Көп заттар тіпті жаңа күйінде, қаптамасында еді. Тек бір нәрсе игілікті алаңдатты, сіңісінің көңіл күйі тым түсіңкі еді. Бірақ ол, бала туылса бәрі өзгереді деп үміттенді. Ақыры ұл бала дүниеге келді. Игорушка. Айғаным перзентханада жатып, видео қоңырау арқылы баласын көрсететін толық, тәтті ұртты сәби. Бірақ өзі бір рет жымимады. Бұл игілікке жаман белгі болып көрінді. Кейін видео қоңыраулар үйден жалғасты. Үйде тыныштық, тек жылаған Егордың даусымен мұңайған Айғаным. Айғаным, өзіңді қолға ал. Балаңмен бізге кел. Бізде көңілді, балалар қуанады. Егорды қарап береміз, ал сен екеуміз бұрынғыдай мейрамханаға барып демаламыз деді. Игілік сөйтіп Айғаным келді. Пойыз да жетті. Міне, өзі де көрінді, қолында 5 айлық Егор, үстінде көк комбинезон, жанында дөңгелекті чемодан. Үйге келгенде балалар кішкентай бауырларын қоршап алды. Ал 2 әпкелі сіңлі ас үйде сөйлесуге отырды. Айғаным, неге мұңайып отырсың? Неге мен 36 жаста босандым екен деп күрсінді Айғаным. Балаға ешқандай сезімім жоқ. Тек көңілім қалды. Ол жыласа барғым келмейді. Бәрін автомат сияқты істеймін, сен аналық сезім оянады деген едің, ештеңе болған жоқ. Ондай инстинкт жоқ, ол тек жануарларда болады. Игілік ойланып қалды. Бәлкім сіңлісін босануға үгіттегені дұрыс болмаған шығар. Кейінгі күндері бұл ойына одан сайын көз жеткізді. Айғаным баласын қолына сирек алады, еркелетпейді. Игілік уәдесінде тұрып, олар мейрамханаға барды. Сол жерде ғана Айғаным өзін еркін сезінді. Тіпті баласын бір ретте есіне алмады. Ал игілік болса керісінше үйіне, балаларына қатты тартты. Кетер күнде жетті. Мүмкін пәтеріңді сатып қайта көшіп келерсің, деді игілік. Жоқ, мен ол жаққа үйреніп қалдым. Маған ұнайды. Өзімде талай рет бұл қаладан кеткім келген. Сондықтан өкінбеймін деді Айғаным. Игілік төменгі ернін тістелеп, үнсіз қалды. Дәл қазір ол сіңісіне бір маңызды нәрсе айтқысы келіп тұрған еді. Сол түні игілік Ерболмен ұзақ сөйлесті. Айғаным, қарашы, мен бәрібір үйдемін, балалармен бірге. Көріп тұрсың ғой, олар тәртіпті, тәрбиелі. Өтінемін, Егорды бізге қалдыр. Біз оны ренжітпейміз, өз баламыздай жақсы көріп өсіреміз. Мен оған тәте боламын, солай атайтын болады. Ал сен бәрібір оның анасысың, алыста тұрсаң да. Күн сайын видео қоңырау арқылы сөйлесіп тұрамыз. Егор сені ұмытпайды, демалыста бізге келіп тұрасың, неге өзіңді қинап жүрсің? Оған да оңай болмайды.
Егер анамыз тірі болғанда, ол да саған осындай кеңес берер еді, не айтып тұрсың? Есің дұрыс па? Ел жұртқа не деймін? Таныстар, достар не ойлайды? Деді Айғаным, сен расымен де олардың пікіріне соншалық тәуелдісің бе? Қазір сенің тағдырың мен балаңның тағдыры шешіліп тұр. Сүйіспеншіліксіз өмір сүру қиын, ал бала тәрбиелеу одан да қиын. Тек жүргек ауыстырумен бітпейді ғой. Ойланып көр, бізде бала қажетті. Біраз ойланып алған Айғаным, онда мен жұмысқа шығып, сендерге ақша жіберіп тұрайын, деді. Бұл да бір шешім, мен келісемін. Сол жерде Айғаным ақшасын қалдырып, баласының құжаттарын беріп, сенім хат жазды. Заттарын жинап вокзалға кетті. Егор ұйықтап жатқанда оған тіпті бір ретте қарамады, ол кетіп қалды. Кейде ғана хабарласып тұрды, видео қоңырауға шықпады, баласын көргісі келмейтін. Осылайша бір ай өтті, кенеттен Айғаным күтпеген жерден ұшақпен келіп қалды. Есіктен кіре сала бірден Егорға қарай жүгірді. Оны құшағына алып, жылап жіберді. Түсінесің бе, игілік? Бір ай бұрын баламды тастап кету оңай сияқты көрінді. Бірақ үйге барған соң бәрі өзгерді. Онсыз өмір босап қалғандай болды. Әр түн сайын өзімді бәрі жақсы, ол сенімді қолда деп жұбаттым, бірақ күн өткен сайын одан сайын ауырлай берді. Кеше түсімде Егор төсегінде тұрып, маған қолын созып тұр екен. Әлі өзі тұра алмайды ғой, бірақ мен болашағын көргендей болдым. Сондықтан келдім. Ол менімен бірге болу керек. Мен онсыз өмір сүре алмаймын. Ал бұрынғы ойларым ақымақтық екен, Құдайға шүкір, сенде аналық сезім оянды. Өзің жоқ деген едің ғой, деді игілік. Рахмет саған, сен мені құтқардың. Егер осы бір айлық ажырасу болмағанда, білмеймін не істейтін едім. Бұл маған бір түрі ем сияқты болды. Айғаным баласын алып қайта кетіп қалды. Бірақ олардың мұңы ұзаққа созылмады. 7 айдан кейін игіліктің өзі тағы бір баланы дүниеге әкелді.